Ахмет Байтұрсынұлы, Айна мен Маймыл. Айнаның қарсы алдына Маймыл барып, айнадан өз суретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалып. Бері қара, бұл кім өзі мынау перін? Білмеймін, қайдан шыққан мұндай көрім. 12 мүшесінің бір оңды емес, көз салып қарап тұрсам әрбір жерін. Мен бұған титтей ғана ұқсас болсам, ішіме пышақ салып өлер едім. Ол рас, 5-6 бар екенін, кейіпсіз осындай бөлелерім. Маймылжан, біраз ғана итсен төзім, менің бар жалғыз бір ауыз айтар сөзім. Әуре боп бөлелерін санағанша, әует қарап алшы өзіне өзін. Аюдың бір ақылы айтқан досқа, бір жүріп, бірге тұрған көңіл қосқа. Алды жөн адасқанын деген сөз ғой, тыңдаусыз құр далада қалды босқа. Мысалы, адам, маймыл, өлең, айна. Өлеңді тыңдағаннан бар көп пайда. Сол өлеңді тыңдап, мінін көріп, мінез құлқын түзейтін адам қайда? Біреудің мінін айтса өлеңшілер, мәз болып тыңдағандар қарқ-қарқ күлер. Болса сол міндер өз басында, деп айтар секілді екен пәленшілер. Мен талай көргенім бар осындайды, өз мінін кім аңғарып абайлайды. Мәселен, бидің жеген парасын айт, көрсетер көзін қысып ауылнайды.